Әбу Бәкірдің достығы. Періште Жәбірейіл алейхиссалам бір күні былай деп тілепті: «Уа 18 мың ғаламның ұлы әміршісі Хақ Тағала, пайғамбарымыз Мұхаммедке, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын деген Әбу Бәкірдің, Расулаллахтың достығы қаншалықты адал екенін, оған деген сүйіспеншілік жүрегінде қаншалықты терең орын алатынын білгім келеді». Мереке күні еді. Әбу Бәкір Сыддық Расулаллах бағалы, қымбат, әсем киімдерін киіп, иығына 30 алтындық шәлі ілді. Жәбірейіл алейхиссалам соғыр кейпіне еніп, жол шетіне отыра кетті. Әбу Бәкір Сыддық Расулаллах жол шетіндегі бақырға жақындады. Мұны көрген Жәбірейіл алейхиссалам бірден пайғамбар Мұхаммед Мұстафаның, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, достығы үшін маған садақа тастаған адамның Алла Тағала бар күнәсін кешірсін деп естірте дауыстай бастады. Әбу Бәкір Расулаллах ол сөзді естігенде ойланбастан сусыда ысыраған күйі қайыршаға ұстатты да: «Қане, тағы бір рет қайталашы», деді. Қайыршы тағы бір рет қайталады. Әбу Бәкір Сыддық Расулаллах сырт киімін шешіп берді. Әр қайталаған сайын үстіндегі бір киімін шешіп беріп отырды. 5-ші рет қайталағанда Әбу Бәкір Расулаллах әлгіндегі бағалы киімдерінің ешбірі қалмады. Әбу Бәкір Сыддық Біләлді Расулаллахты шақыртып: «Ей Біләл, Айшаның үйіне барып, маған бір киім әкел», деді. Біләл Расулаллах кетіп бара жатып, жолшыбай пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, жолығып қалады. Сонда пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын: «Әй Біләл, қайда бара жатқаныңды, не себепті бара жатқаныңды мен айтайын ба, әлде өзің айтасың ба?» деді. Біләл Расулаллах әдеп сақтап: «Сіз айтыңыз», деді. Сонда пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, оған былай деді: «Жол шетінде отырған соқыр, ол Жәбірейіл періште. Әбу Бәкірдің маған деген зор сүйіспеншілігі мен арамыздағы қыл өтпес достықтың қаншалықты адал екендігіне көз жеткізу үшін Алла Тағаланың әмірімен осындай бейнеде келген», деді. Бұл кезде Әбу Бәкір Біләлді күтіп тұрды. Біләл Айшаның үйінен киім әкелді. Әбу Бәкір Расулаллах әкелген киімдерді киді. Періште Жәбірейіл пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, алдына келіп: «Уа Мұхаммед, жай ғана Әбу Бәкір Сыддықты бір сынамақшы болғаным болмаса, бұл киімдердің маған қажеті жоқ еді» деп, бағана Әбу Бәкір берген қымбат киімдердің бәрін қолына ұстатты. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Жәбірейіл періште тастап кеткен киімдердің Әбу Бәкірдің Расулаллахтың өзіне әкелді. Әбу Бәкір Расулаллах болса: «Сіздің жолыңызға арнап менің қолымнан шыққан заттың маған қайда қажеті жоқ. Кімге көңіліңіз соқса, соған берерсіз» деген екен. Иә, пайғамбарды, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзінен де қатты жақсы көрмейінше ешкімде иманы толық болмайтындығы шындық.